Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын әрі қолжетімді өнімдерден, яғни көкөністерден дайындалатын салаттың жасалу жолын көрсететін боламын. Қонақ келсе дастарханға ұялмай қоюға болатын дәмі ерекше, яғни ащы салатты жасауды көрсетемін. Әртүрлі тағамдармен үйлесіп кетеді, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер дегім келеді. Жасап жатсаңыздар ас болсын, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қажетті көкөністерді сәбіз, қызанақ, қияр, болгар бұрышы, пияз, сарымсақ және қайнатылған етті, сонымен қатар әртүрлі дәмдеуіштерді дайындап алуымыз қажет. Қайнатылған етімізді видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз, немесе ұзынша етіп турауға да болады. Ол өз қалауларыңыз бойынша. Енді осылай турап алған соң етті бір пиязды ұзынша етіп турап аламыз. Содан соң бұл екеуін бір шетке алып қоя тұрамыз да, үлкен ыдысымызға сәбізді үккіштен өткізіп аламыз. 3 сәбізді қолдандым, орташа 3 сәбізді барлығын өткізіп алған соң сарымсақты да өткізіп алуымыз қажет. 3 тісше сарымсақты қолдандым. Ал енді сковородкамызға, яғни табаға мөлшерлеп май құйып аламыз. Содан соң ет пен пиязды бір қызарғанша қуырып алуымыз қажет. Енді жаңағы сәбіз бен сарымсақтың үстіне осы қызартып қуырып алған ет пен пиязды салып аламыз. Содан соң көкөністерімізді турауға кірісеміз. Видеода көрсетілгендей етіп турасаңыздар болады, немесе өз қалауларыңызша 4 бұрышты етіп турасаңыздар, болмаса жаңағы сәбіз қырғышпен басындағы ерекше етіп, ере-ере етіп турайтынмен турасаңыздар болады. Қиярды, помидорды және болгар бұрышын қостым. Өз қалауыңызға қарай әртүрлі цветтерін қосуға болады. Қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұзды да салып, енді жақсылап араластырып алуымыз қажет болады. Содан соң біздің салат дайын болады. Көп уақытты да алмайды. Етті бір қайнатып алсаңыздар, қалғандарын оңай дайындайсыздар. Егер видео пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта керемет рецепттермен бөлісіп отыратын боламын.